Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Омар Хайям, 1048-1131. Орта ғасырлық парсы ақыны. Цитаталары. Өмір бұл тозаққа айналмас үшін оны жүрекпен сезінген жөн. Өмір қысқа, бірақ жанның ләззаты мәңгілік. Өміріңді қадірле, себебі ол қайтып келмейді. Адам өмірі тек бір ғана сәт, оны құнсыз етуге болмайды. Бақытты өмір бұл қазіргі сәтте өмір сүру. Махаббат бұл өмірдің мәні, онсыз өмір бос. Адам тек шын сүйгенде ғана нағыз өмірді сезінеді. Өмірдегі ең үлкен байлық бұл өзіңді және өзгелерді сүю. Өткенге өкіну бұл болашақты жоғалту. Уақыт бұл өзен, ол үнемі ағып жатыр. Тағдырды өзгерту мүмкін емес, бірақ оған деген көзқарасты өзгертуге болады. Әрбір сәтті бағала, себебі уақыт ешқашан қайтып келмейді. Өмірдегі ең құнды нәрсе уақыт. Білім бұл жанның жарығы. Даналық бұл өзіңді және әлемді түсіну. Ақылдың ең үлкен жауы бұл надандық. Махаббат ең күшті сезім, ол барлық кедергілерді жеңеді. Білім алу ешқашан кеш емес, себебі ақиқаттың шекарасы жоқ. Өлім бұл өмірдің ажырамас бөлігі. Өлімнен қорықпа, ол тек жаңа бастама. Адамның өмірі өткінші, бірақ оның істері мәңгілік. Өлімді ойлап, өмірді бағалауды үйрен. Жердегі әрбір нәрсе уақытша, бірақ табиғат мәңгілік. Гүлдер тез солады, бірақ олардың хош иісі мәңгі есте қалады. Жетістік бұл тек еңбек пен талпыныстың нәтижесі. Өмірде мақсатсыз жүру бұл босқа өмір сүру. Жетістікке жету үшін өзіңе сену қажет. Өмірдегі мақсат бұл өзін табу және дамыту. Адалдық бұл адамның ең үлкен байлығы. Адамгершілік бұл нағыз байлық. Өзіне сенбейтін адам басқаларға да сенбейді. Барлығын дұрыс бастау үшін қайта оралу тым кеш, бірақ бәрін дұрыс аяқтау үшін алға ұмтылу әлі де кеш емес. Біз өз әлеміміздің суретін өзіміз саламыз. Ешқашан өзіңде бәрі жаман деп айтпа. Түсін, сенде бәрі жақсы. Жасың ұлғайған сайын достарыңның саны емес, сапасы маңызды екенін түсінесің. Маңыздысы сенің не жасап жатқаның. Ал қалаған сөзді айта аласың. Бұл әлемнің барлық байлығын жинасаң да, өзіңді жоғалтсаң, бәрі бекер. Өмір бұл кітап, оның әрбір беті жаңа оқиға, жаңа сабақ. Өмір өзен. Біз оның жағасында қарауымыз, ол ағып кетіп жатыр, тоқтата алмаймыз. Әрбір таң жаңа өмір, әрбір кеш өткеннің тарих. Әрқашан шындықты ізде, себебі ол өмірдің мәні. Өмірде көп нәрсені ойлап, аз нәрсені уайымда. Кімде кім өткенді көп ойлап, болашақты күтумен болады, сол өмірден қалып қояды. Бұл өмірде бәрі өтпелі, тек игі істерің мен жақсы атың ғана мәңгілік. Өткен күнді ойлап қайғырма, келер күнге сенбе. Өткен күн өтті, келер күнді кім білсін, бүгінгі күнді өмір сүр. Бақытты болудың құпиясы бүгінгі күнмен өмір сүру. Қандай жағдай болса да, қанша қиын болса да, есіңде болсын, басқаларға бәрібір. Жалғыз мықты болуды үйрен. Адамдардың әр түрлі екендігі таңқаларлық, кейбіреулер сенің айтқаныңды естімейді, ал басқалары сенің ойыңды естіп қояды. Сенен айырылудан қорықпағандарды жоғалтудан қорықпа. Артыңдағы көпірлер қаншалықты жарық жанса, алдыңдағы жолда соншалықты ашық бола түседі. Бізге тәжірибе алуға жіберілгендер жоғалып кетеді. Тағдырдың бізге жібергендері қалады. Сенің құндылығыңды түсінбеген адамды оңай босата алатындай өзіңді құрметте. Ең үлкен қателік қателесуден қорқу. Өзіңді құрметтеуді үйрен, сонда өзгелер де сені құрметтейді. Көп сөздің керегі жоқ, ісің маңыздырақ. Құпияны сақтай біл, себебі ол сенің байлығың. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.